Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, назарларыңызда Астана қаласы коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихаты. Құрметті әріптестер, егер де брифинг барысында сұрақтарыңыз туындаған жағдайда, біздің ғаламтордағы әлеуметтік желілерге өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Бүгінгі баспасөз мәслихатының құрметті спикермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі құрметті спикеріміз Дінмұхамед Құрамаев, Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 8 балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы. Құрметті Дінмұхамед Құрамаев, алаңымызға қош келдіңіз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Астана қаласы коммуникациялар қызметінің баспасөз орталығында нөмірі 8 балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебінің қызметі тақырыбы аясында сөз қозғауға өзіңізге рұқсат. Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Астана қаласы әкімдігінің номер 8 балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі коммуналдық мемлекет мекемесі 2003 жылы құрылды. Қазіргі уақытта спорттың екі түрі бар. Футбол, әйелдер футболы. Номер 8 футбол мектебі барлығы 32 жаттықтырушы оқытушы бар. Барлық жаттықтырушылар құрамы жоғары дене шынықтыру білімі мен футбол өткеніне ие. Қазіргі уақытта мектепте 617 оқушы айналысады. Жыл сайын футболмен айналысқысы келетін балалар саны үнемі өсіп келеді. Номер 8 футбол мектебі жалпы балалар мен жасөспірімдер футболын насихаттауға және болашақта республикалық халықаралық турнирлерге, чемпионаттар мен біріншіліктерге қатысатын футбол клубтарын кадрлық әлеуетін толықтыратын жас тәрбиеленушілерді сапалы оқытуға бағытталған. Спортшыларды даярлаудың үздіксіз оқу-жаттығу процесі үшін келесі спорт залдары жалға алынады. Үрлемі футбол корты, Жентаев көшесі 13Б, Жас Батыр спорт кешені, Конституция көшесі 3, қыс мезгілінде Астана арена спорт комплексі, Тұран даңғылы 48, Бақытбек арена спорт комплексі, Үркер тұрғыны массив, Исатай Батыр көшесі 141. Біздің 2007-12 жылғы туылған командалар Қазақстан Республикасы чемпионатын алтын медальдарын иегері болып табылады. Сондай-ақ 2008 командалы жасөспірімдер 2 лигасының чемпиондары атағын жеңіп алды және облыстар мен Астана, Алматы және Шымкент қалаларының арасында Қазақстан Республикасының чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Әртүрлі жастағы спортшылар көптеген республикалық және халықаралық турнирлерде жүлдегері мен чемпиондар атанды. Атап өтсек, 2021 жылы 7 медаль, 2022 жылы 14 медаль жеңіп алды, 2023 жылы 9 медаль жеңіп алды. Добрый день, уважаемые слушатели. КГУ специализированная детская и юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 8 Акимата города Астаны было создано в 2003 году. В настоящее время культивируются два вида спорта – футбол, женский футбол. Всего в ДЮШОР номер 8 числится 32 тренера-преподавателя. Весь тренерский состав имеет высшее физкультурное образование и футбольное прошлое. В настоящее время в школе занимается 617 учащихся. Ежегодно численность детей, желающих заниматься футболом, неизменно растет. ДЮШОР номер 8 нацелена на популяризацию детского и юношеского футбола в целом и качественно обученных юных воспитанников, которые в будущем пополнят кадровый потенциал футбольных клубов, участвующих в республиканских и международных турнирах, чемпионатах и первенствах. Для непрерывного учебно-тренировочного процесса подготовки спортсменов арендуются следующие спортивные залы: надувной футбольный корт, улица Жентаева 15Б, спортивный комплекс Жас Батыр, улица Конституция 3, в зимний период спорткомплекс Астана Арена, проспект Туран 48, спорткомплекс Бахтбек Арена, жилой массив Уркер, улица Исатай Батыра 141/2. Нашей командой 2007 и 2008 года рождения является обладателем золотых медалей чемпионата Республики Казахстан, а также команда 2008 года рождения завоевали звание чемпиона второй юниорской лиги и вдобавок стали серебряным призером чемпионата Республики Казахстан среди областей и городов Астаны, Алматы и Шымкент. Спортсмены разных возрастов стали призером и чемпионом множества республиканских и международных турниров. 7 медалей в 2021 году, 14 медалей в 2022 году и 9 медалей на данный момент в 2023 году. Рахмет, құрметті көрермен, құрметті әріптестер, бізде келесі кезең сұрақ-жауап кезең. Олай болса, алғашқы сұраққа кезек берсек, 2022-2023 жылдардағы жарыстардың нәтижелері туралы айтып берсеңіз. 2022 жылы Астана қаласы құрамасының спортшылары 14 медаль жеңіп алды. Оның ішінде алтын медаль 6, күміс медальдар 3, қола медаль 5.
2023 жылы спортшылар түрлі сынамадан 9 медаль жеңіп алды. Алтын 4, күміс 4, қола 1. Бізде келесі сұраққа көшсек, үшінші сұрақ, бұқаралық спортты дамытудағы жағдай қандай? Әрине, бұқаралық спортты дамытудың негізгі бағыттарының бірі балалар спорты. Өздеріңіз білетіндей, футболдан ұлттық құрама командасын халықаралық аренада табысты өнер көрсетуі аясында бұл спорт түрінің танымалдығы халық арасында өсті. Қызығушылық танытқан балалар мен жасөспірімдер саны артып келеді. Сондай-ақ футбол әлемдегі және біздің еліміздегі ең бұқаралық спорт екенін атап өткені жөн. Елорда футболмен айналысатын адамдардың саны 30-нан астам. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауымен бұқаралық спорт жоғарғы мәртебеге ие болды және әлеуметтік маңызы бар. Мен президенттің аудан орталықтарында спорт нысандарын салу қажеттілігін туралы идеясын толық қолдаймын. Оқу жылының басынан бастап әкімдіктің қолдауымен Астана қаласы Жаңа Нұра ауданында Үркер тұрғын алабында футбол бөлімшесі ашылды. Қазіргі уақытта Үркер тұрғын алабында оқитындардың саны 150-ден астам жасөспірім бар. Рахмет. Және де соңғы үшінші сұрақ, сіздердің орталықтарыңызға қалай түсуге болады деп сұрақ қойыпты. Бастапқы дайындық топтарын қабылдау 7-8 жастан басталады. Футбол және әйелдер футболы. Мектепке түсу үшін келесі құжаттар тапсыру қажет. Ата-ананың өтініші және баланың денсаулығы туралы анықтама 027 нысан. 10 жастан асқан бала іріктеуден өтеді. Оның нәтижесі бойынша номер 8-ші БЖМО бапкерлері оларды өз топтарына қабылдайды. Іріктеу оқу жылына әр жылдың тамыз айында өтеді. Рахмет, құрметті Дінмұхамед мырза, бізге келіп түскен сұрақтар легі осымен аяқталды. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, естеріңізге салып өтеміз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы болған нөмірі 8-ші балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебінің тақырыбы аясында өтті. Құрметті Дінмұхамед мырза, келіп орталықтың жұмысымен таныстырғаныңыз үшін, сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, осымен бүгінге арналған баспасөз мәслихаты аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Жеңісті күндеріміз көп болсын.